Қазақстандық қамту интернет порталы қазақстандық өндірушілер өндіретін тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай тізілімін жүргізу үшін бірыңғай автоматтандырылған бағдарламалық техникалық кешенін, қазақстандық өндірушілер өндіретін өнімдер каталогын құруға және нарықтағы сұранысты айқындап отыратын сатып алу бағдарламаларын көрсетуге арналған. Теміртау қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі мемлекеттік мекемесінің жұмысы елбасының индустриалды инновациялық даму және өнеркәсіптің барлық салаларын инвестициялық қызметпен қамтамасыз ету бойынша қойған міндеттерін іске асыруға бағытталған. Индустриалды инновациялық даму бағдарламасы мен басқа да мемлекеттік бағдарламалардың арқасында қаламыздың экономикалық өсімін арттыратын мемлекеттік бағдарлама қатысушылары болып табылатын кәсіпорындардың жұмысы тұрақтанды. Қазақстандық қамту интернет порталы компанияларға өндірілетін өнім, оның көлемі туралы мәліметтерді жариялап отыруға мүмкіндік береді. Осылайша порталда қазақстандық қамтудың және қазақстандық өндірістің шынайы көрінісі орын алатын болады. Қазақстандық қамту интернет порталын құру отандық бизнесті, дәлірек қазақстандық өндірушілерді қолдаудың маңызды буыны болып табылады. Теперь с 1 января 2019 года енді келер жылдың 1 қаңтарынан отандық тауар өндірушілер және отандық жұмыстарды, қызметтерді жеткізушілер арасында жүзеге асырылатын мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін өнім берушілер өздері және отандық тауар өндірушілер және отандық жұмыстарды, қызметтерді жеткізушілер туралы мәліметтерді қазақстандық мазмұн, яғни қамту интернет порталы арқылы ақпараттық жүйесінің тауарлар, жұмыстар, қызметтер және оларды өндірушілер деректер қорына енгізу жөнінде әрекеттер орындаулары қажет. Өнім берушілерді деректер қорына енгізу ks.gov.kz сайтында ерікті негізде және ақысыз электрондық түрде жүзеге асырылады. Бұл міндет мемлекеттік дағдарысқа қарсы саясатының маңызды бағыты болуы тиіс. Оның негізгі міндеті отандық тауарлар мен қызметтерге ішкі сұранысты ынталандыру болып табылады. Биылғы жылдың өзінде ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы Қарағанды қаласының өндірушілерімен 130 миллиард теңгеден астам сомаға 1171 шарт жасасты. Соның ішінде жергілікті 203 кәсіпорындармен келісімшартқа қол қойылды. Жергілікті дамытуға бағытталған жұмыс Теміртау қаласының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі мемлекеттік мекемесінің басты сұрағы болып қала береді. Бұл жұмыс күнделікті бақылауда бұдан әрі жалғасын табады. Жиында шаһар басшысы қала тұрғындарын ашық тендерге белсенді түрде қатысуға шақырды.